ArcelorMittal Теміртау кәсіпорнына қарасты шахталардың біріндегі апатта қаза тапқандар саны 4 адамға жетті. Ауруханада жатқан кеншілердің бірі жан сақтау бөлімінде көз жұмды. Бірнеше адамның өліміне әкеп соқтырған төтенше жағдайға қатысты іс қозғалды. Ал компания басшылығы қайтыс болғандар мен жапа шеккендердің отбасыларына келісімшарт бойынша өтемақы төленеді деп мәлімдеді. Саран шахтасындағы апат салдарынан қайтыс болған 4-ші кенші басынан ашық жарақат алыпты. Облыстық травматология орталығының дәрігерлері күрделі ота жасағанмен соққының ауырлығынан оны құтқару мүмкін болмаған. Өзге кеншілердің жағдайы қалыпты дейді ақ халаттылар. Все остальные находятся. Бұл науқастардың жағдайы тұрақты. Тиісті ем алу үшін барлық жағдай жасалып жатыр. Өмірлеріне еш қауіп төніп тұрған жоқ. ArcelorMittal Теміртау компаниясы басшылығының мәліметінше жапа шеккендердің барлығының отбасы, бала, шағасы бар. Ал марқұм болған ең жас кеншінің жасы 20 екен. Оның да артында 2 перзенті қалған. Біреуі әлі жасқа да толмапты. Компания, в свою очередь, берет на себя. Компания барлық шығынды өз мойнына алады. Бұл жарақат алғандар мен олардың туыстарын қамқорлыққа алуға да қатысты. Қайтыс болған адамдардың жақындарына ұжымдық келісімшарт бойынша өтемақы төленеді. Кеше ArcelorMittal Теміртауға тиесілі Саран шахтасындағы апатта 3 адам қаза тауып, 5 кенші зардап шеккен еді. Апаттың себебі әлі анықталған жоқ. Алдын ала болжам бойынша 12 кенші жұмыстарын аяқтап, шахтадан шығып келе жатқанда жұмысшыларды таситын аспал арбаның арқаны үзіліп кеткен. Төтенше жағдайдың себеп салдарын арнайы құрылған үкіметтік комиссия тексеріп жатыр. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, оны прокурорлар бақылауға алды. Жұмысшыларды жер үстіне көтеру барысында қайғылы оқиға орын алып, аталған оқиға Саран қаласының ішкі істер бөлімінің сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 156 бабының 4-ші тармағымен тіркеліп, Қарағанды облысының ішкі істер департаментінің тергеушілерінен құралған сотқа дейінгі тергеу тобымен тергелуде. В состав комиссии входит. Үкіметтік комиссия құрамына 16 маман кіреді. Олар аспалы арбаның не себепті құлағанын, оның техникалық жағдайын, дұрыс қолданылды ма, жоқ па, соны тексереді. Комиссия құрамындағы өндірістік қауіпсіздік жөніндегі инспекторлар бүгін жұмысқа кірісіп кетті. Үкіметтік комиссия Саран шахтасындағы апаттың себебін 10 күн ішінде тексеріп, қорытындысын жариялайды деп жоспарланып отыр. Ал шахтадағы өндіріс тоқтаған жоқ. Мамандардың айтуынша болған жағдай көмір қазуға еш кедергі жасамайды. Айжан Қуаш, Мақсұт Сарабаев, Астана телеарнасы, Қарағанды.